Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Зейнолла Шүкіров көл жағасында, Ғабит Мүсірепов көлде. Сабақтың оқу мақсаттары: өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану. Сабағымызды бастамас бұрын сізге бір жұмбақ жасырайын. Ауыл сыртында сайда жатыр үлкен айна. Ол не? Дұрыс айтасыңдар оқушылар. Бұл жұмбақтың жауабы көл. Ал көл дегеніміз не? Қазақстанда қанша көл бар? Көлдің суы қандай болады? Көлді қандай құстар мекендейді? Көлдің жағасында қандай өсімдіктер өседі? Бұл туралы тереңірек білу үшін төмендегі бейне жазбаға назар аударайық. Еліміздегі көлдер пайда болу жөнінен тектоникалық және экзогендік түрлерге бөлінеді. Төмен түскен ойыстар мен жарықтарда қазаншұңқырлар суға толып көлдер пайда болады. Каспий және Арал теңіздері, Балқаш, Алакөл, Сасықкөл, Марқакөл, тағы басқа ірі көлдер тектоникалық қазаншұңқырларда қалыптасқан. Экзогендік көлдерге Сілетті теңіз, Теке, Жалаула, Қызылғақ, Үлкен Қарой, тағы басқалары жатады. Қазақстан көлдерін ауданына қарай топтастырсақ, жалпы 48 мыңнан аса көл айдынының 45 мыңдайы шағын көлдер қатарына жатады. Еліміздің аумағында олар біргелкі таралмаған. Кейде көлдер бір-бірінен жүздеген шақырым алшақ жатады. Ал кейбір өңірде жиі орналасып, біртұтас көлдер жүйесін құрайды. Солтүстік аймақта жалпы аумағы 15.623 шаршы шақырым болатын 21 мыңдай көл болса, орталық және оңтүстік өңірлерде жалпы аумағы 4.658 шаршы шақырым болатын 17 мыңдай көл ғана бар. Көлдердің су жинайтын алқаптарының ауданы көбінесе 10-нан 320 шаршы шақырымға дейін, ал шөл және шөлейт аймақтарда бұдан да аумақты келеді. Қазақстан көлдерінде шамамен 190 мың шаршы куб су жиналған деген мәлімет бар. Көктемде көлдер деңгейі 0,2 метрден 6 метрге дейін көтеріледі. Жаздың ортасына қарай сіңу және булану мөлшерінің артуына байланысты көлдердің деңгейлері күрт төмендейді, ал кейбіреулері тіпті кеуіп қалады. Су деңгейінің төмендеуі қазан-қараша айларында байқалады. Көлдердің көпшілігінің деңгейінің орташа жылдық ауытқуы 1 метр шамасында. Ағынсыз көлдердегі су тепе-теңдігінің бұзылуы көбінесе булануға байланысты. Көлдерге су 10-90% жер беті ағынынан, 12-40% жауын-шашыннан толады. Граниттік жыныстар үстінде қалыптасқан көлдердің 40% жер асты суынан толығады. Сондай-ақ көл суы химиялық құрамы жағынан минералдық және иондық болып бөлінеді. Тұз концентрациясының маусымдық және жылдық ауытқуы көл суы деңгейінің өзгеруіне әкеледі. Елімізде көлдердегі су көлемінің 87%-дан астамы сульфатты, ал қалғаны карбонатты немесе хлорлы болып келеді. Сонымен қоса көлдердің су деңгейі судың кірісі мен шығысының арақатынасына байланысты екен. 20 ғасырда еліміздегі ең аз сулы кезең 1936-1940 жылдары болған екен. Жақсы оқушылар, естеріңде болсын. Жер бетіндегі суға толған табиғи ойыстарды көл деп атайды. Олардың көлемі әр түрлі болады. Шағын көлдердің ені мен ұзындығы бірнеше ондаған метрден аспайды. Ал ірі көлдердің бір шетінен екінші шетіне көз жетпейді. Қазақстанда жалпы ірілі ұсақты 48.260 көл бар екен. Түсіндірме бекетінде бүгінгі сабағымыздың авторлары туралы мәліметтермен таныс боламыз. Зейнолла Шүкіров 1927-1979 жылдары өмір сүрген ақын, жазушы. Қызылорда облысы Арал ауданында дүниеге келген. Балаларға арналған «Менің достарым», «Күншуақ», тағы басқа әңгімелері бар. Ғабит Мүсірепов 1902 және 1985 жылдары өмір сүрген. Жазушы, драматург, сыншы, қоғам қайраткері. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Тұңғыш романы «Қазақ солдаты».
Жақсы оқушылар, енді оқулықты ашып, көл жағасында өлеңін мәнерлеп оқып шығамыз. Тау етегі көк кілем, балауса раң шөп кілең, өзен бойын жағалай, өскен мынау қоғажай. Талма түстің кезін ақ, шөлдеп қапты қозылақ. Қарайды үркіп үйректер, не нәрседен сезігап. Қашпа үйректер, сезігап, тимейді ғой қозылақ. Келесі көлде. Күн жаңа ғана көтеріліп келеді. Жазғытұры кең пейіл дүние шыққа малынып маужырап тұр. Бармақ басындай қарала аралар үлбіреген гүлдерге қонып бал жинап жүр. Ат тұяғының жапырып кеткен балғын көк шөптеріне жаның ашығандай. Жал-жал болып біткен қалың орманды қара топырақты құйқалы жер. Көлде көп. Көл бетінде шомылып болып, айнаға қаранып, сыланып отырған аққу қаз, су бетіне түскен сәулелермен сұлулық салыстырып, сырласып отырғандай. Жайылымнан қайтқан мыңдаған үйректер сұлдап келіп, көлге қонады. Қыбыр-қыбыр, жыбыр-жыбыр сырласады да қайта ұшады. Оттады тойды. Су ішті, қанды. Енді қамысты, томарлы көлдердегі ұялары еске түсті. Қайта ұшып кетті. Енді оқушылар, осы екі мәтінге ортақ мәліметті тап. Сөздіктер бекетінде бүгінгі сабағымыздың түсіндірме сөздеріне кезек берейік. Раң, ол шөптің аты. Кілең, барлығы, түгелдей. Қоғажай, орман ішінде тоғайда өсетін шипалы өсімдік. Талма түс, күннің төбеге келген кезі. Оқушылар, енді осы оқылған мәтіндер бойынша тапсырмалар орындаймыз. Мына суреттерге қарап, өлең мен әңгіменің байланысын анықта. Айырмашылығын тап. Қандай байланысы және қандай айырмашылығы бар екенін табу керек. Екінші тапсырма. Кестені толтыр. Яғни мәтіндерге сүйеніп, өсімдіктер және оған қатысты сөздерді, құстар және оған қатысты сөздерді, жануарлар, жәндіктер, оларға қатысты сөздерді тауып, кестені толтырамыз. Үшінші тапсырма. Берілген жоспар бойынша көлде тақырыбына мәтін құрастырып жазу. Бірінші, көл жағасындағы өсімдіктер. Екінші, көлдегі тіршілік және көлдің пайдасы туралы мәтін құрастырып жазу. Тапсырмаларды мұқият орындауға тырысайық. Егер тапсырманы орындап болсақ, аяқталмаған сөйлемдер арқылы кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Мен бүгін білдім. Мен бүгін сезіндім. Мен келесі сабақта білгім келеді деген сөйлемдерді аяқтап жазу. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйден осы оқылған тақырыптарды жақсылап оқып келеміз. Түсініп оқуға тырысайық және берілген тапсырмаларды орындаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.